Гүлжан ханым осындай комментарий қалдырыпты, жауап беріп кетейін. Енді комментарий өте көп, ұрыс керіс болады деп сызылып отыра береді екенсің сенде деп. Енді сіздің ойыңызша мен не істеуім керек, Гүлжан ханым? Ұшып барып, жетіп барып қастарына енем келді екен, тәтем келді екен деп қосыла қала ма? Или сіздер ойлайсыздар ау деймін, мына жерде төрт құбылам түгел уайымдамай үлдемен бүлдеге батып отырмын деп. Қай ата-ана отбасында осындай жағдай болып жатырса уайымдамайды? Айтыңыздаршы. Гүлжан ханым, сіз егер отбасылық болсаңыз, сіз уайымдамайсыз ба? Уайымдаймын, әрине. Әрбір сіздердің жазған SMS-теріңіз, комментарийларыңыз жүрегіме батып жатыр. Бірақ енді кішкене ойланып сөйлеу керек, ауыз менікі екен деп жаза бермеу керек. Енді мен барынша ақылымды айтып жатырмын. Қосылғандарына небәрі 3 жыл болды. Мен Нұржамалды әкеп Құршетке қосқан жоқпын. Құршетке әкеп Нұржамалды құдағиым қосқан жоқ. Құдағиым араласса да, мен аралассам да не болады? Құдағиым араласса да, мен аралассам да не болады? Қазіргі жастар тек өздерінің ойларымен ғана жүреді. Оларға тек уақыт керек. Мен айтып жатырмын. Эмоцияға беріліп, ашуланып, неге екеуің екі жаққа кетесіңдер? Неге сендер осындай сынаққа төтеп бермейсіңдер? Деп айтып жатырмын ақылымды. Неге сендер баланы ойламайсыңдар? Неге ондай? Баста бір-бірлерінің мінездерінің сәйкес келмесе, баста неге бала болмай тұрғанда ажырасып кетпедіңдер? Осы бір-біріңсіз өмір сүре алмайтындай тездетіп үйленуіміз керек деп қосылдыңдар ғой. Енді неге сендер бір-бірінің кемшіліктеріңді, жақсыны жасырып, жаманды жасырып, жақсыны асырмайсыңдар деп айтып жатырмын ғой, достар. Сіздер ойлайсыздар ма, мен ойбай күшті болып отырмын ол жақта деп? Наға болмай бара жатырса, енді амал жоқ, барамын. Неге бармаймын? Менде жүрегім ауырады. Менде қатты уайымдаймын. Қазір түнімен ұйқым да кетті. Екі баланы қатты ойлаймын. Құршетім әйелсіз қалады, Нұржамал байсыз қалады деп отқан жоқпын. Екі кішкентай балапанды қатты уайымдаймын. Олардың болашағы не болады? Бұл өмір бүйтіп тұрмайды ғой. Құршет өмір бақи осындай әдемі болып, жас жігіт болып тұрмайды. Нұржамал да осындай әдемі болып, жап-жас келіншек болмайды. Ертең олар өсет, картаят, жастарына жас қосады, балдар өсет. Сонда қалай болады? Неге болашағын ойламайды балдардың? Қазіргі жастар мен түсінбеймін. Бір-бірлеріне сену керек қой. Сүйіп қосылғаннан кейін бір-бірлеріне сену керек. Құрметтеу керек. Мына 5 күндік жалған өмірде бір-бірімізді құрметтеп, көңілімізге ешқандай қаяу түспейтіндей, білмейміз ғой қазір 1 сағаттан кейін не болатынын. Может, өмірден өтіп кетеміз. Сосын өкінетін болады. Неге мен ренжіттім, неге мен көңіліне қаяу түсірдім деген сөзде. Маған да оңай емес. Ойланып жазыңыздар. Әттен-ай, неменеге күйге шықтым деген халге де жетіп отырмын. Бірақ мен балдардың қасында болғанда да мен ести аламын. Сол себептен мен ұзақ кеттім. Араласпайын. Өздерімен өздері өмір сүрсін. Мен мүлдем араласпайын. Не жасаса да қолдайым. Әйтеуір осылар бақытты болсыншы. Осылардың көңіліне қарайым. Шыны керек. Бірақ білмеймін енді. Бір Аллаға тапсырдым, Аллаға аманат. Аллам барлығында реттейтін бір Алла. Жүректеріне иман беріп, сабыр беріп, әйтеуір ақылмен шешеді деген үміттемін. Қолдау көрсеткен кісілерге үлкен рахмет.